20 жасар Сакон Алматы қаласында базарда грузчик болып жұмыс жасайды. Және ол достарымен квартирада тұратын еді. Себебі оның үйі ауылда еді. Сіздер арнаға жазылып, лайк басып отырыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. 20 жасар Сакон ауылдан келген бала. Онда еш нәрсені түсіне бермейді, қыздармен жүрмеген, тем более жатпаған деген сияқты. Өздеріңіз білесіздер, жалпы жас балдар квартирада 4 бала болып тұрып жатады. Сөйтіп, күнде кешкісін олар Арбатқа барып, демалып, ойнап, мороженое жеп, мысалы груша ұрып, сөйтіп жүріп, күні өтіп жатады. Сөйтіп, бір күні үшеуі жүрген кезінде бір әйел көмекке шақырып қалады үшеуін. Сөйтіп, сол кезде Сакон да оның арасында болады. Әлгі әйел қазақша білмейтін, қазақ емес бір әйел екен. Сары шашты, көк көзді. Сөйтіп, көмекке шақырып, менде мынандай бір затты көтере алмай жатырмын, ақшаларымды төлейін, менің үйім мына жерде, көмектесіп жүресіздер ма дейді. Бұл жігіттер жарайды, көмектесейік дейді. Сосын бір кезде не істеу керек дейді, үйге алып келеді, үйіне келсе, үйдің ішінде жаңағыдай бір нені жүктеу керек болады. Грузчиктерге звондасам, грузчиктер келмеді, әне келем, міне келем деп алдады. Содан кейін атмен алып тастадым, сөйтіп көшеге шықтым, балдардан сұрап көмек сұрайын деп. Қатты қиын нәрсе емес дейді. Сөйтіп шифонерді былай жылжытып, былай қойып не алып жатқаннан кейін балаларға чай беремін дейді, чай ішесіңдер ма дейді. Сосын айтады, жоқ рахмет тәте дейді. Сосын Саконға айтады, Сакон сен жүресің бе бізбен бірге дейді. Қарап қалады Сакон жаңа алдындағы екі анарына жаңа әйелдің, ондай көрмеген. Сосын балдар айтады, Сакон жүр кеттік дейді. Сакон қарап қалады, ана әйел байқап қалғаннан кейін. Сакон қызығып кетті бір нәрсеге дейді, деп күледі. Сосын бір кезде ақшаларыңызды салып жіберейін дейді, Каспийге анау мынау жаңа. Жоқ қажет жоқ деп сөйтіп кетіп қалады алар. Сосын Сакон бір кезде кеткісі келмей тұрады. Сосын барады да Сакон танысуға бола ма сізбен дейді. Басы айналған ғой әбден жаңа көріп шыққан әйелі. Жарайды, танысуға болады. Сенің жасың нешеде дейді. Менің жасым 20-да дейді. Сіздің жасыңыз қаншада? Менің жасым 40-та дейді. Ойбай, үлкен екенсің ғой дейді. Ойбай, кішкентай екенсің ғой деп бір-бірімен сөйлесіп, әбден ана деп сол жерде чай ішіп, екеуі кәдімгідей сөздері жарасып, ана сосын жағдайларын айтып кетті. Мен студентпін дейді, ауылдан келген дейді. Анау айтады, мен күйеуім жоқ, ажырасып кеткенмін. Сол андай бір не қылып жатыр деп екеуі сөйтіп сол түні әңгімелесіп отырып, ана әйел тұрады да жаңағы. Аты Тамара екен, ол әйелдің аты Тамара тұрады да үстіндегі киімін бәрін шешіп тастайды. Міне бағана көргім келіп тұрған нәрсе деп ше. Сосын айтады, міне көргім келіп тұрған нәрсе, ұстайсың ба дейді. Ана екі анарын ұстайды. 5-ші размерде әпті, оны бұғасын қосып, еміп ана жерде. Сайманы тұрып кеткен, ондай көрмеген датығы. Сайманы тұрғаннан жаңағы Тамараның аузын алып жалайды ана кім ше. Сакон түсінбейді не болып жатқанын, жалайды. Бәрін жалайды, үйтеді, бүйтеді. Сосын бір кезде не қылып жатырады, сүйісіп кетеді, үйтеді, бүйтеді, короче. Сорсат, мынау персет, таңға шейін, тоқтамай жақ. Сакон ең соңында сол үйге көп барып сол үйде тұрады ең соңында. Армансыз күндіз түні періп, азаннан қара кешке шейін періп, тығып, мынау деп резинкасыз беріп, короче. Тырылдатып жүреді ғой сөйтіп Сакон. Сөйтіп бір дос балдар айтады, Сакон қайда жоғалып кеттің, не болып кетті бұл? Үйге 2 апта болдың келмегелі, 3 апта болды деп, 1 ай болды деп сөйтіп. Сен ондай тірлікпен айналыса берме дейді, достар айтады, қойсайшы дейді. Әке-шешеңе қалай айтасың ертең мына тірлігіңді, не болып жатыр мына тірлігің дейді. Онда уақытында тоқтап барып, бір жас қыз тауып үйлен. Сосын Сакон соны ойланып қалады да, бәрі затты қойып, Арбатта тағы да бір жүрген кезде жас қызды көріп қалады. Жас қызбен танысып, жақсы жүріп, екеуі үйленіп, әке-шешесіне келін апарып сөйтіп қуандырады. Міне көргендеріңіздей жаман жолға түспеу керек. Уақытында сол үйленіп, семьялы болып, жаман жолдан аулақ жүру керек. Мен айтатын достарым, жастар абай болу керек. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.